Хоккей алаңы. Әркім өз құрылғы жабдығын дайындауда. Райли хоккей алаңына шығып ойын басталады. Шаттық, сонымен бізде хоккей ойыны басталды, деп комментатор болады Казспорттағыдай. Райлидің ата-анасы супер фанаттар әрине. Жоқ, ойын енді басталады екен. Шаттық Ашубекті пультке шақырып, Райли соның арқасында бір гол соғады. Қорқыныштың көмегімен соғылуды алдын алады, және капасын аузына салуды ұмытып кеткен есіне түседі. Бірақ жиркеншік бұл басқа біреудің капасы екенін айтады. Ойын барысында Райли біреуді құлатып қойып 2 минутқа алаң сыртына кетуге мәжбүр болады. Со кезде оларға қайғымын қосылады. Өздерің байқағандай Райли өсіп қалған кәдімгідей. Оқуда үздік. Жақында 13-ке толып ол ресми түрде жасөспірім атанды. Және оның тісіне брекет қойды. Аралдар да аздап өзгерген. Достық аралы ең үлкен екен. Және осы аралдардан 91 ең күшті топ. Үй жұмысын орындатуға ешкімнің құқығы жоқ деген сияқты әртүрлі наным сенімдер пайда болады. Мектепте оның бір сыныптасы масқара болғанда, мен жақсы доспын деген наным сенімдерінен қыздың сана сезім гүлі пайда болып, Райли сыныптасын жандандырып, оларға қара қыз қосылып, осылай ол жаңа құрбылар табады. Олардың аты Грейс пен Бри. 2 минут өтті, есеп 3-3. Райли құрбыларымен змейка жасауды шешеді. Және соның арқасында Грейс гол соғып, олардың командасы жеңіске жетеді. Әкесі мұртты бір рет көтеріп алады қуанып. Қуанған құрбыларға жоғарғы сынып бапкері кеп, үшеуін мақтап, хоккей лагеріне шақырады. Егер бапкерге ұнаса, келесі жылы қыздарды өзіне алатын болады. Қыздар келіседі әрине. Кейін түнде Райлиға ата-анасы кеп, оны мақтайды. Келесі аялдама Олимпиада деп. Бірақ Райли күмәнданады, өйткені бағана біреуді шалып, нәтижесінде оның командасы жеңіліп қала жаздады. Бірақ анасы оны жандандырып, олар кетеді. Райли көзін жұмады. Шаттық өзі ойлап тапқан құрылғысын көрсетеді достарына. Ол онша емес естеліктерді қоқысқа лақтырады. Бәрі ұйқыға кеткенде қайғымың тоқтап, Шаттықтан сенімен бірге барайыншы дейді. Бірақ күмәнданады, зиян тиіп кете ма деп. Олар наным сенім жүйесіне бара жатыр екен. Сөйтіп олар о жаққа лифтпен жетеді. Керемет жер ғой мынау. Шаттық естелікті суға жіберіп, ол мен жеңімпазбын деген наным сенімге айналады. Түнде барлығы ұйықтап жатқанда бірдеңке пиқылдайды. Барлығы ұйқылы ояу түсіп қараса, пультта бірдеңке жанып тұр екен. Бір кезде қатты жанып кетіп, Шаттық оны шығарып ап, қоқысқа аттандырады. Алайда терезе шағылып, қызметкерлер осы жерді қиратуға келді. Олардың бастықтары жоғарыдан жаңа жұмыс орындарын жасау деген бұйрық келгенін хабарлайды. Кім үшін деп Шаттық сұрағанда, олар әлі жоқ па дейді қызметкер бастық. Райли оянып, қызметкерлер әбетке кетеді. Анасы Райлиге кеп, әлі дайын емессің бе деп ұрсады. Жиркеншек басса да, қайғымың басса да, Ашубек басса да Райли жынданады. Анасы оған өсіп келе жатқанын түсіндіруге тырысады, бірақ Райли жынданады. Шаттық барынша пультке жоламаймыз дейді. Құрбылар мен Райлидің ата-анасы жолға аттанады. Райли құрбыларына бағанағы қара бапкердің командасында Вэл деген күшті қыз бар, және біз мықты ойын көрсетіп оның командасында ойнайтын боламыз дейді. Бірақ құрбыларының түріне қарап жиркеншек бұл чоты күдікті деп қалады. Және Бридің бірдеңені жасырып тұрғанын анықтайды. Бридің басындағы өзінің жиркеншегі де Райли біздің бірдеңені жасырып тұрғанымызды біледі дейді. Грейс шыдай алмай Бри екеуінде хоккейден басқа бапкер болатын айқайлап жібереді. Өйткені оларды басқа мектепке беріпті. Райли мұңын ішіне сақтап, ештен кетпес дейді. Грейс осы демалыста үшеуміз бір командада тағы бір рет ойнай аламыз деп көңілін көтеруге тырысады. Ал Бри мектептен кейін кездесетіндерін айтады. Райли әрине дейді, бірақ бұрылып жылағысы келіп кетеді. Шаттық жиркеншектер көліктен шыққанша күте тұр деп қайғымыңды ұстайды. Сөйтіп олар жетіп, Райли ата-анасымен қоштасқаннан кейін жылайды. Содан тынышталып ол құрбыларына келатқанда әлгі Вэл деген қызға соғылып қалады. Райли ема деп қуанып кеткен. Кенет пульт оранжевый түске боялады. Бұл жаңа эмоция күйгелек екен. Онымен бірге қызғаншақ та кепті. Ема қанша эмоция? Ұялшақ бар еще. Ол ұялып қала береді. Зеріккіш деген эмоция да кепті, яғни пайда бопты. Жатып ап сотқа шықлайды. Шын мәнінде пультты басқарады екен телефонымен. Вэл Райлиге барлығын көрсетіп қыздармен таныстырайын ба дегенде қыз келіседі әрине. Бірақ оған не құрбыларын, не Вэл мен үлкен қыздар таңдау керек. Күйгелектің кесірінен Райли Вэлді таңдайды. Ол болашағымызды жасап жатырмыз деп қояды. Ностальгия деген апада бар екен штаб пәтерде. Вэл Райлиді раздевалкаға келеді. Және құрбыларымен таныстырады да, бізбен бірге отырасың ба дейді. Шаттықтың арқасында ол құрбыларымен отыруды шешеді. Бри мен Грейс кеп олар тикток түсіреді. Со кезде бапкер кеп қалады. 3 қыздан басқасының барлығы тынышталады. Содан бапкер ашуланып барлығынан соткаларын өткізуді талап етеді. Бәрі Райлиларға риза емес. Грейс бапкер серьезно ғой өзінше деп үшеуі чиқылдап күле бастайды. Өйткені пультта Шаттық. Бапкер мұны байқап барлығына жаза тағайындап, оларды жазалайды. Сосын демалуға келгенде Райли өзі туралы оны командаға алмайды ғой мына түрмен деп жатқанын естіп қалады. Бұл Вэлдің командасы екен. Вэл Райлиді жақтайды, қалғандары жоқ. Пультке ұялшақ жатып алады, оған қайғымын қосылады.
күйгелек идея ұсынып, Райли Вэлға барып қатты ұялып тұрғанын, бүкіл командаға зиян тигізгісі келмеген мойындайды. Вэл, бапкер саған қатал қарады, демек сен оның көзіне түстің, яғни ол сенен команда ойыншысы көреді деп оны жандандырады. Күйгелекке бәрі шапалақтауда. Алаңда бапкер қыздарды екі командаға бөледі. Құрбылары тағы да бір командада дейді Райлиге. Бірақ ана жақтан Вэл да оны шақырып жатыр. Қиын болайын деп тұр ғой. Күйгелек сана сезім гүлін жұлып ап қоқысқа лақтырып жібереді. Содан Райли Вэлді таңдайды. Құрбылары түсінбей қалады. Күйгелек жаңа сана сезім гүлін өсіретіндерін айтқанда біздікілер келіспейді. Алайда оларды ұялшақ ұстап алып, жаңа эмоциялар бұрынғыларды банкіге қамап қояды да төменге жібереді. Содан жаңа эмоциялар наным сенім жүйесіне түседі. Жаңа естеліктен гүлдің бастамасы пайда болады. Біздің бұрынғы эмоциялар тобын полиция сейфке алып кеп қамайды. Бұл жерде Райлидің барлық құпиялары сақталады. Мынау Райли қарағанды ұнатқан балалар бағдарламасындағы Блуфи екен. Саяхатшы Дара, Даша, Алға Диего деген сияқты мультфильм ғой. Шаттық одан көмек сұрағанда Блуфи көрермендерден кім бізге көмектеседі деп сұрайды. Ол жерде сондай-ақ бір жігіт бар екен. Бұл компьютер ойындағы кейіпкер краш жігіт Ланс. Оның супер соққысы онша емес екен бірақ. Ал оның артында бір ужастик. Ол болса Райлидің ең қорқынышты құпиясы. Лансқа ең қорқынышты құпия көмектесіп біздікілер банкыдан шығады. Блуфи «Ау, бананчик» деп айтыңдаршы деп, оның сөмкесі тіріледі және үш зат ұсынады қашу үшін. Ашубек «Ой, бала болмаңдаршы» деп, олар сейфтен шығады. Бірақ ең қорқынышты құпия сонда қалуды шешеді. Опана, полиция келетір. Ланс өз супер соққысын іске қосады. Жандарынан өтіп кетеді, Швабраға соғылып, Швабра біреуісінің басынан ұрады. Нәтижесінде полицейлер өздерін қамайды. Сөйтіп біздікілер шығып, Ашубек штаб-пәтерге бару керек дейді. Бірақ шаттық сана сезім гүлін табуды айтады. Сол кезде полиция көріп қойып, олар қашады. Шаттық сана өзені арқылы сана сезім гүлін табамыз деп жоспармен бөліседі. Алайда лабиринтте олар тупикқа тіреледі. Күтпеген жерден Райли ерте оянады. Күйгелек оны ерте тұрғызып, содан Райли жаттығып жүр екен таң атпастан. Оған Вэл қосылады. Ол Райлиға кешке пиццаға тапсырыс беріп, қыздармен отырамыз, кел дейді. Шаттықтар сана өзеніне келіп пиццаға отырайын дейді. Бірақ қайғы-мұң қоқыс-шақтан штаб-пәтерге өздері орала алмайтындарын еске салады. Біреу пульт арқылы оларды шақыртуы керек. Штаб-пәтерге кім барады деп нәтижесінде қайғы-мұң баратын боп шешеді. Олар рация тауып қайғы-мұң трубамен өрмелеп кетеді. Вэл Райлиге батончик ұсынады. Қызғаншақ бұл батончиктің дәмі картон сияқты ғой дейді. Бірақ Вэлға жоқ деуге болмайды деп, қыз оны әрең жейді. Сана өзені арқылы коробка брокколи келеді, өйткені қысқысы кеп әрең жеп отыр батончикті. Дәмі коробка сияқты дегендей ше. Біздікілер брокколиға отырып жүзеді. Күйгелек естеліктерді наным сенім жүйесіне әкеп, жоғарыдағы сана сезім гүлі аздап өседі. Райли гол соғып, командаластары оны мақтайды. Ойыннан кейін олар бапкердің кабинетіне кеп, бір қыз анау қызыл блокнотқа бапкер Райли туралы барлық нәрсені жазатын айтады. Команда қалама алмайма дегендей. Вэл мән бермеуді айтады. Бірақ күйгелек пен қызғаншақ білгілер келеді ішінде не жазылған. Сосын қыз оларды қуып жетіп, өзін қалай ұстауды білмейді. Бір кезде қыздармен қосылып күлем деп ыңғайсыз жағдайға қалады. Сол уақытта шаттықтар әлі жүзіп келе жатыр. Райлиден қыздар ұнайтын тобың бар ма деп сұрайды. Райли 91 деп жауап береді. Вэл, мен де оны тыңдағам кішкентай кезімде дейді. Ой, бұл деп күйгелектер музыкалық естеліктерді шақыртады. Олармен бірге қайғы-мұң келеді. Жеткенде ол технична кетіп қалады. Музыкалық естеліктерде үлкен қыздарға ұнайтын музыка жоқ болғандықтан зерікші араласып, Райли 91-ды жақсы көрем деп сарказммен айтады, мазақтап топты жамандағандай. Соның салдарынан шаттықтардың алдында жер жарылып, оларға өзеннен шығуға тура келеді. Шаттықты Ашубектер шығарып алады. Бұл сарказм тұңғиығы екен. Тұңғиықтың арғы бетіндегі қызметкерлерден бізге сендердің көмектерің қатты қажет деп көмек сұрағанда, оларға бізге сендердің көмектерің қатты қажет деп естіледі. Содан олар ренжіп кетіп қалады, мазақтап жатыр деп. Райлиге құрбылар кеп, 91-ды шынымен жақсы көресің ғой, концерті кайф еді ғой дейді. Райли, супер кайф деп сарказммен айтады. Содан құрбылары кетеді. Вэлдар ертең ойын болатын айтады. Сол ойында Вэл бұрын 2 гол соғып, осылайша оны командаға алған екен. Бұл Райли үшін зор мүмкіндік болайын деп тұр. Шаттықтар жаяу жүріп келатыр енді. Шаттық жоғарға шығу керек деп техниканы қолдануға тырысады, бірақ одан пайда жоқ. Содан шаттық мұңайып қалады. Райлиге біз керек емеспіз дегендей. Ашубектер оны жандандырып, қызметкерлерден шлангын жұлып алып, олар жоғарыға шығады. Жоғарыдан олар сана сезім гүлін көріп, сайқа қарай жол тартады. Күйгелік көптеген естеліктер төменге түсіріп, нәтижесінде оранжевый сана сезім гүлі пайда болған. Күйгелек пен қызғаншақ ертең бізде маңызды ойын деп жатыр. Бірақ олар тыңдап жатқан ұялшақ та зеріккіште жоқ. Ұялшақ кітаптың құлағанын байқап барып қараса, бұл қайғы-мұң.
Бір қызығы ол оны сатпай жақсылап жасыруды шешеді. Шаттықтар қиял әлеміне келеді. Бұл жерде Крашмар тауы пайда болыпты. Бағанағы Ланс қой анау. Өсектер диірмені бар екен. 4 эмоция жастық қамалына кіреді. Онда күйгелек сөйлеп жатыр. Сәтсіздіктерді қиялдаңдар, сол кезде біз соған дайындалып аламыз деп. Жиркеншек, о жоқ, күйгелек Райлидің қиялын оған қарсы қойып қойды дейді. Сол жердегі қызметкерлер сурет салып отыр. Бір қызметкер кеткенде шаттықтар оның орнына отырып, жақсы суреттер салады. Күйгелек ол суреттерді көріп таңғалады. Ұялшақ техничный жақсы қиялды Райлиге жібереді. Бір кезде күйгелек позитивті суреттерді шаттықтар салып жатқанын түсінеді және полиция шақырады. Қызметкерлер шаттықтарды көріп қуанып шок болады. Шаттық оларға күйгелекті тыңдамауды, ол Райлиді қинап жатқан айтады. Алайда пультта ол отырғандықтан шаттықты ешкім қолдамайтын секілді. Бірақ бір қызметкер оны қолдайды. Кейін қалғандары да. Райли тынышталып ұйқыға кетеді. Суретші қызметкерлер барлығын қиратып, жастықпен ойнауға кіріседі. Күйгелекпен байланыс үзіледі. Уиу деп полиция кеп біздікілер қашады. Және болашақ мамандықтар шеруіне жетіп, жоғарғы сот шарымен ұшып кетеді. Күйгелек пен қызғаншақ бапкердің әлгі қызыл блокнотын оқу керек деп шешеді. Бірақ Райли барғысы келмей тұрған секілді. Эмоциялардың әсерімен ол бөлмесінен шығады. Қайғы-мұң шаттықтармен байланысып оларға күйгелек Райлиді бапкердің кабинетіне жасырынып кіруге мәжбүрлеп жатқанын хабарлайды. Шаттық бұған жол берме дейді. Содан ол ұйқыға кеткен зеріккіштің соткысының көмегімен блокнотты оқығалы жатқан Райлиді тоқтатады. Зеріккіш смартфоным жоғалды деп жынданады. Кітаптардың артында қайғы-мұң жоқ. Ұялшақ уф дейді. Алайда сұмырай күйгелек оны ақырында табады. Содан Райли блокнотты оқи бастайды. Бапкер Райли әлі дайын емес деп жазыпты. Күйгелек қайғы-мұңды шелекке сап қамап қойып, бұл мәселені шешу үшін идеялар шақыртады. Содан идеялар нөсері жауады. Тіпті құйын пайда болады. Шаттықтар соған кіріп кетеді. Бір кезде үлкен оранжевый идеяны шаттықтар ұстап, сонымен бірге ұшып құйыннан шығады. Алайда трубада симей қып, идея кетіп, өздері қалып қалады және төмен құлайды. Бақыттарына орай қорқыныштың парашюті бар екен. Сөйтіп қонған олар қоқыстағы сана сезім гүліне жүгіреді. Райли раздевалкаға кеп, шие дәмі бар сусынмен шашының бір бөлігін қызыл қып бояп алады. Вил кеп мәссаған деп жымияды және сәттілік тілеп кетеді. Күйгелектер Вил 2 гол соқса біз 3 гол соғамыз дейді. Шаттықтар бір белесті бағындырып жеттік-ау дегенде алдыларында тағы бір тау тұр ғой, қоқыс тауы. Күйгелек естелікті наным сенім жүйесіне алып кеп оранжевый гүл күшейе түседі. Бірақ гүлдің түпкі наным сенімі мен жеткілікті күшті емеспін. Күйгелек бұл күштірек болуға болатын білдіреді деп қояды. Ұялшақ капюшонын шешіп қайғы-мұңды босатады. Ол пультке жете бергенде шаттық рациямен сөйлеп қап, күйгелек естіп қойып тұрбаны сындырады. Содан барлық тұрбалар құлайды. Шаттық тізесіне отыра қалады да мұңайып жылайды. Райли ойынды мен жеткілікті күшті емеспін деген сеніммен бастайды. Және пас берудің орнына қақпаға барып гол соғады. Енді 2 гол қалды. Достары шаттықты жандандырады. Ашубек ау бананчик деп идея ұсынады. Банан сөмке жетіп келеді. Бірақ ода динамиттен басқа ештеңе жоқ. Райли өзінің командаласынан шайбын тартып алып, гол соғады. Соңғы 1 гол қалды. Шаттықтар көптеген динамиттерді жарып, қоқысқа тасталған естеліктер ағыны басталып, 4 эмоция ағынға отырып ап, деп кетеді. Райли болса 3-ші голын соға алмай жатыр. Кезекті шабуылында қыз біреуді қағып түсіреді Жосқа. Бапкер 2 минутқа алаң сыртына шығуды бұйырады. Соққан адамы құрбысы Грейс болыпты. Райли алаң сыртына шығып мазасызданады. Өйткені күйгелек пультта жағдайды түзеуге тырысып жатыр. Шаттықтар наным сенім жүйесіне жетеді. Райлидің жүрегі ауырып жатқандай. Күйгелекті басқару мүмкін емес. Ұялшақтар оранжевый гүлді алып тастауға тырысуда. Оларға шаттықтар қосылады. Алайда бұлардың күштері жетпейді. Содан шаттық күйгелек құйынына кіріп қараса, ол голограмма сияқты болып кеткен, ұсталынбайды. Шаттық оған Райлидің қандай болатынын сен шешпейсің, жіберетін уақыт келді деп күйгелектің көзінен жасы ағып, ол пульттан қолына алғанда шаттық оны құйыннан алып шығарады. Және оранжевый гүлді алып олар көк гүлді орнатады. Алайда құйын кетпей жатыр. Күйгелек шаттықтан кешірім сұрап, сен дұрыс айттың. Райлидің қандай болатынын біз шешпейміз деп тіл қатады. Шаттық естеліктерді сұрыптап, ұнамағандарын қоқысқа тастаған есіне алады. Бағанаға қоқыс естеліктердің қосындысынан жаңа гүл шығуға дайын тұр. Содан шаттық көк гүлді алып тастап, орнынан неше түрлі наным сенімдері бар гүл шығады. Шаттық гүлді құшақтап, қалғандары да оған қосылып, құйын басылады. Райли тынышталады. Көзін ашса, құрбылары оның жағдайын сұрап келіпті. Райли кешірім өтінемін. Сендер менімен құрбы болғыларың келмесе, түсінемін әрине. Дегенмен күндердің бір күні кешірерсіңдер деп үміттенемін дейді. Достары оны әрине кешіреді. Райли жылағысы кеп, оларды қатты құшақтап алады. Эмоциялар тамсануда. Ойын әлі аяқталмады ғой. Райли күнге қарап демалады. Райли шаттықты шақырып жатыр пультке, басқарсын дегендей.
содан шаттық басқарып Райли күлімсірейді және ойынға кіреді. Оны шаттық бір қалыпты әдемі басқарады. Тіпті Грейсқа қарап қояды біздің қыз. Эмоциялар шаттықтың басқаруындағы Райлиге қарап қалыпты. Райли Велдар мен бапкер қашан тізімді шығарады деп күтуде. Жаңа командаға өткендер тізімін. Шаттық күйгелекті тыныштандырып, массаж креслосына отырғызып, шай ұсынады. Ашубек бананчикпен дос болыпты. Райлиге хабарлама келеді. Бұл Бри мен Грейс екен, сәттілік тілеп жазып жіберді, good luck деп. Тіпті ұялшақ сөйлеп кетеді, ұялмай. Бірақ бәрі таңғалғаннан аузын ашып үндемей қалған соң ұялып қалады. Ұялшақ қой енді ол. Эмоциялар Райлиді жақсы көретіндерін өзара мойындауда. Кенет Райлиге хабарлама келді. Бапкерден болуы керек. Кейінірек үйде анасы қызынан барлығы қалай өткенін сұрайды. Зеріккіштің көмегімен қыз бәрі нормаль деп жауап береді. Анасының эмоциялары ашуланады. Нормаль? Дұрыстап егжей-тегжейлі айтпай ма деп. Әкесінің эмоциялары норм болса норм деп екінші тайм көруге кіріседі. Кейін шаттық ең қорқынышты құпияға кеп, одан не жасыратынын сұрағанда, ол кілемді күйдіріп тесіп қойған айтады. Шаттық, ой солақ па, мен біздің бассейнге сүйіп қойғанымыз есіме түсірсем дегенде, дәу қайтып сейфқа кіріп кетеді ойбайлап.